ішкі еңбек нарығын қорғау мақсатында жыл сайын жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес Қазақстанға шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квота белгіленіп, бөлінеді. 2026 жылға арналған жалпы квота республикадағы жұмыс күшінің санына шаққанда 0,25% мөлшерінде бекітілді. Квота 4 санат бойынша төмендегідей бөлінді. Бірінші санат бойынша, яғни басшылар мен олардың орынбасарлары үшін 726 рұқсат. Екінші санат құрылымдық бөлімшелердің басшыларына 3402 рұқсат. Мамандарды тарту үшін 5893 рұқсат, ал білікті жұмысшылар үшін 3131 рұқсат қарастырылған. Сондай-ақ, маусымдық жұмыстарға 4994 адамға дейін тартуға мүмкіндік берілген. Бұдан бөлек 2026 жылға үй шаруашылықтарында жұмыс істеу үшін еңбек эмигранттарын тартуға арналған квота республикадағы жұмыс күшінің санына шаққанда 2,9% деңгейінде белгіленді.